Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары 7-ші есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Тапсырмасы: кестені толтырыңдар. X-ның орнына 1-ді қойып, оны квадраттайтын болсақ, 1-дің квадраты 1 болады. 2-ні қойып, өз-өзіне 2 рет көбейтетін болсақ, 4 болады. 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16, минус 1-дің, яғни теріс таңбалы сандардың квадраты міндетті түрде оң таңбалы сан болады. Сонда минус 1-дің квадраты 1, минус 2-ның квадраты 4, минус 3-дің квадраты 9 болады. Минус 4-дің квадраты 16, 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1 болады. 3-ден 1-дің квадраты 9-дан 1, ал минус 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1, минус 4-ден 1-дің квадраты 16-дан 1. Минус 1 бүтін 3-ден 2-ның квадраты мұнда жазып көрсетейін. Минус 1 бүтін 3-ден 2-ның квадраты тең болады. Мұндағы араласанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда минус бөлімі сақталады. 1-ге көбейтеміз 3-ті, қосамыз 2-ні 5 болады. Осыған квадрат береміз. Сонда квадраттаған кезде 9-дан 25 болады. Минус 0 бүтін 13-дің квадраты 0 бүтін 100-ден 9 болады. Келесі 8-ші есепте санның квадраты түрінде жазыңдар. 0 бүтін 100-ден 1 оқушылар ол 0 бүтін 11-дің квадраты, яғни 0 бүтін 11-ді өз-өзіне көбейтетін болсақ, ол тең болады 0 бүтін 100-ден 1-ге. 0 бүтін 100-ден 49, 0 бүтін 10-нан 7-ның квадраты. Ал 121 11-дің квадраты. Бөлшексіз аламыз, 36 6-ның квадраты, ал 169 13-дің квадраты. Жақша жауап квадрат екеуіне де қатысты деп осылай жазып қойсақ болады. Мұнда мінекей араластан берілген екен. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 169-ның өзі жазылады. 1-ге көбейтеміз 169-ды, қосамыз 56-ны 225 болады. 225 ол 15-дің квадраты, ал 169 13-дің квадраты. 0 бүтін 10 мыңнан 9 ол 0 бүтін 100-ден 3-дің квадраты. Келесі 9-ші есеп өрнектің мәнін табыңдар. Мұндағы x-ның орнына 5-ті және минус 4-ті қоя отырып, мұндағы әрбір өрнектің мәнін табамыз. x квадрат минус x квадрат және жақшаның ішінде минус x-дің квадраты. X-ның орнына 5-ті қойып есептейміз. Мұнда біз 5-ті қоямыз. 5-дің квадраты тең болады 5-ті өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз. Сонда тең болады екен 25-ге. Енді мұнда минус таңбасын жаза аламыз. 5-ті квадраттаймыз. Сонда минус таңбасы жазылып, 5-дің квадраты 25 болады. Енді мұнда қойық. Минус x-ның орнына 5-ті қоямыз. Квадраттаймыз, сонда тең болады. Оң таңбалы немесе теріс таңбалы санға жұп дәреже беретін болса, ол оң таңбалы сан болып шығады. Демек, 25 болады. Енді x-ның орнына минус 4-ті қойып есептейік. Мұнда біз минус 4-ті қоямыз. X-ның орнына минус 4-ті қойып квадраттаймыз, сонда ол тең болады 16-ға. Енді мұнда қойық. Минус 4-дің квадраты. Сонда тең болады. Мұнда бізде минус таңбасы жазылады. Минус 4-дің квадраты 16 болады. Сонда минус 16 болады. Енді мұнда қойық. Минус таңбасын өз жазылады. Яғни мұндағы өрнектегі минус таңбасы сөтті. X-ның орнына минус 4-ті қойып квадраттаймыз. 2 минус плюс болады. Сонда тең болады 16-ға. X тең 3 деп алайық. X кубты есептейік. X куб, яғни 3-дің кубы тең болады 27-ге. Енді минус X кубты есептейік. Минустың өзін жаза алайық.
Сонда тең болады минус 27-ге. Енді келесі минус x-тің кубын есептейміз. Тең минус x-тің орнына 3-ті қоямыз. Мұндағы теріс таңбаға тақ дәреже беретін болсақ, минус 27 болады. Енді келесі x тең минус 2. Мынаны есептейміз. Минус 2-нің кубы. Яғни минус 2-ні өз-өзіне 3-рет көбейту деген сөз. Минус 2-ні көбейтеміз минус 2-ге, көбейтеміз минус 2-ге. Сонда тең болады минус 8-ге. Енді мына өрнекті есептейік. Минус 2-нің кубы. Сонда мұндағы 2 минус плюс болады. 2-нің кубы тең болады 8-ге. Минус 2-нің кубын есептейік. 2 минус плюс болады. Оны көптаған кезде 2-нің кубы 8 болады. Оқушылар қажет болса каналында басқа да жаттығу есептері және физика пәнінің жаттығу есептері, алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.